Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл до конца шоу. Барлықтарыңызға белгілі, мен асабамын, ал асабалар предоплатамен жұмыс жасайды. Осы шоудың предоплатасы болсын. Лайк басып, комментарий жазып жібер. 5 секунд уақыт берейін. Басылды ма? Олай болса, біз бастаймыз. Арнайы Ақтөбеде көрермендермен келдім ғой. Болды, самолеттардың бәрін төлеп келдім. Бюджет мощный. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл әдеттегідей до конца шоу. Бүгін біз до конца барамыз. Себебі бізде бүгін қонақта действительно до конца бәрін құлататын, рух файт деп бұйырса, енді действительно потолок қоятын. Бекс, құрметті қошеметтеріңіз. Блогерліктің өмірінің до конца қойып жүрген Есентай, құрметті қошеметтеріңіз. Но что нас всех объединяет, басымызды не біріктіріп тұр? Ол әрине үш әріп. КВН. Біз бәріміз КВН-деміз. Чемпионбыз. Ойнап тастадық. Чемпионбыз. Жоқ. Ойнап тастадық. Но чемпион. Екеуміз. Менде. Бұл кісі отты. Жігіттер, көргенімізге өте қуаныштымыз. Біріншіден, от души рахмет, что уделили время, уақыт бөліп бізге келіп, давайте до конца. Енді осы жерде до концамыз тексерейік қазір. Қаншалықты батылмыз. Енді әңгіме айтайық. Енді қандай жоспарлар енді алда бұйырса? Бұйырса бой болады, соған дайындалып жатырмыз. Реванш демеш. Иә, реванш бұйырса. Кіммен де айтуға болады ма? Болады. Физрукпен, наверное. Басқа кіммен реванш? Физрук таптайсың. Бұйырса. Сәттілік. Вообще клетканың ішінде бар ғой. Мен Қасымбай дейтін боец бар ғой, Астанада. Мұратбек Қасымбай. Соның брат ғой, араласамыз, бәріміз жолдас болды. Сол, короче, айтады ғой. Дос па, брат? Дос брат қой, дос брат қой. Енді боецті брат дейсің ғой, дос қой бұлай. Ол маған дос дейді, мен оған брат деймін, короче. Сол ғой, короче. Айтады да, клетканың ішіндегі ең вертяг дейді, сен ішіне кіргіз жібересің ғой дейді. Қычық деп күлтеп тастағаннан кейін басылады дейді, оның бәрі. Ешкім жоқ, конкретно өзің қалып қоясың дейді, осы жерде. Конкретно дух керек, осы жерде до конца бар керек. Бізде тұрса ғой, үйленгендер андай қонақтан келесің ғой, әйелмен көз алысып, еске кіріп, есті құтық. Тұрсын да үйленгендер. Біздің рух файт идемада күтіп сағымыз. Өзіңде Есентай, не жаңалық не істеп жатсың? Да, бұра тишина, сол баяғы жүрген, стори, сау, Алла қаласа бір қызық проекттер болады. Пока что оны айтуға болмайды. Болды. Негізі айтады ғой еще андай. Часть телевидишіна. Соны айтып келіп отырған деші. Красавчик. Сәттілік ойдағыдай болсын. Енді жігіттер байқаған шығарсыңдар, шоудың аты до конца. До конца барған бір историyaдан барайықшы. Бастайық. Барған. Кімнен бастайық? Давай. До конца барған. Сол ғой, Разиямен ғой, до конца. До конца. Бұпор, дос, қыз, жүрек, анау, мынау, махаббат, әйел. Енді ажырасайын деп отыр. До конца, бәрін айтып тұрса, как семейный положение до конца. Красавчик, андыршы. Сіздің до концаңыз? Так, біздің. Физрук де. Мен до конца физрук қазір. Я шынымен, ничего себе, ош, ничего себе. Үш рет ничего себе деген. Жалпы, до конца я сонымен ұту керек, до конца соғым баратыр екен жайлап. Негірмен төбелестің ғой кешегі бойыңда, қалай вообще? Не істеп тұрсың сен, шығарып жібердің ғой? Енді қиын болды енді, базар жоқ болды. Бір нәрсені байқадым. Оказывается, бір нәрсесі байқала ма? Бір нәрсесі байқалып жүрме қайта. Ол кезде де жаңа тақырыпқа сай болды, до конца болды. Басына басталды, и анау ұра басталды, кішкене шок болып қалдым басына. Нифига себе дедім. Ой, до конца барайық енді, ертең адамдардың көзінше талып қалған, ана жерде ұят болады деп, сөйтіп әйтеуір до конца барып, құдайға шүкір жеңіп кеттік енді. Енді кішкене киелі адам болғаннан кейін ұрған үшін кигі қысынып кеткен шығар деп қойды. Сіздерге бір нәрсе айтайын, ана негр бар, негр деме, афроамериканец менен бір 20 килограмм үлкен болды. Содан айтарым, аюда денең бойынша қасқырдай духың болды. Әдемі бой болды ғой, ол дейтін действительно бүйтіп қалды, Құдай қарасты ғой саған. Қай карточканы таңдаймыз? Алма кеттім алап, көше бойды жағалап, кім алманы арғай білген бір.
бірінші ингредиенттерді айтамын. Қоспалар, не қосылады қазір? Мынау жасалмай қалса, вдруг қазір мынау до конца бармай қалса, екінші вариантта не бар? Екінші вариантта томатный сок, лавровый лист, сгущенка, огурцы, греческий орех бар. Обычный тамақ ма? Иә, обычный. Бірақ мұны бөлек-бөлек жемейсің, короче, бір коктейль қылып ішеміз. Бұл ағай көрейікші. Ар жағында не бар? Если вдруг коктейль демесеңіз, олай болса мынандай сторис түсіру керек болады. Сториске видео бүйтіп өзің айтып жібересің. Әйеліме нормальный ми қайдан алса болады деп. Әйеліме нормальный ми қайдан алса болады? Өйтіп айтпай көреді ғой. Қазір сен салмаймын деп, салмай қаласың, мүлдем көріп қалады. Жоқ, мен әйелім өте прикол түсінетін адам. Сол үшін ананы берші, жиын. Көрейінші де. Но ешқандай қиын емес. Ешқандай қиын емес. Лучше друзьяға болады ма? Жоқ, лучше друзья. Қаншама халық қарап отыр. Сосын бірақ енді ар жағында ренжіп қалмасын сосын келіншегің. Салайын ба? Достар, бәріне ассалаумағалейкум. Менде осындай тапа-тал түнде керемет бір сұрақ бар сендерге. Әйеліме нормальный ми қайдан алсам болады? Білетін болсаң адрес жіберіңдерші. Потом мы тут поделюсь с вами тоже. Твое решение. Ты будешь с ней дальше жить. Просто мен сияқты уродқа андай баға шыққанда сол үшін сұрап отырмын да. Не істемедің өзің. Конкретно болды ғой, өзіңдікінде тұрып та енді. Кетті ма? Кетті. Прикинь, салып жіберді, ребята. Красавчик, до конца. Бір қошемет деп қойыңыздар. Әдемі. До конца! До конца! Көп созбайын. Так, көп созбайын. Қымыз бар. Кирирешки. Бізде оливки, сырный соус, кофе. Нормально, да? Это мой обычный завтрак дейді. Так, бізде не бар? Бекім мау дейтін. Ужасно енді. Давай. Давай, оқыш. Всему свое время. Сізге, походу, киноны қоятын время. Нұрлан Қоянбаевке отметка сторис. Всему свое время. Сізге, походу, киноны қоятын время. Еще отметить сал жүресің. Сол кісі ма? Бол, ойна, брат. И осыдан кейін сенде вообще кино болмайды, бұйырса. Шақырмайды. Ол жоқ қой, брат. Енді, вообще. И так шақырып отқан жоқ қойсың ба? Может, осы мен дейсің. Может, брат. Ответ жазса, андай деп. Сенен Да, брат, сұраған может, не шығар, брат. Наоборот, дауну дейді, жазады да сен қарайды, короче. Осын вайндарына қарайды. Оны қызық адам екен, киноға шақыратын деп ойлайды шығар, может. Деп ойлау да мүмкін, иә. Или екінші Реально вариант. сөйтіп алып тұр ма? Или екінші вариант бүйтіп қарайды да. Умычташ деп дейді ғой, жоқ қыңдар дейді ғой. Осы вариант қалам ба? Ол кісіге өйтіп жазып жібергеніміз қалай болады екен ертең? Үлкенді құрметтеуім деген. Бір жағынан ойлап қарасаң, қоятында уақыт болып қалды дейсің. Біраз ұрып тастады ғой енді. Братан, ақша жетеді шығар енді, кино керек емес. Саяхаттап, демалып. Давайте, үлкен кісінің көкірегінен итермейін су ішейін. Давай! Құрметті достар, Нұрлан Қоянбаев ағадан қалай таяқ жемеу үшін рецепт көрсетеміз. Ол үшін біздер мұндай керемет блендер аламыз. Оның ішіне осылай кофе қоямыз, 3 в 1. Сосын кириешки қоямыз. Оливки осындай. Қымыз бен майонез араластырамыз. Осылай. Қымыз бен майонез? Ішінде майонез. Майонез емес, бұның ішінде бізде айтайын қазір, бізде... Майонез ағай. Несімен салып? Сырный соус. Ема кайф қой. Сырный соус? Бізде давай, былай жасақ, қасық бар, короче. Сөйтсеңдер. Не деген құрмет, қарашы, не деген махаббат. Көрдің ба, Бекс, көрдің ба, Есентай, көрдің ба, сені қалай құрметтейді. Ештеңе аяп тұрған жоқ сенен, бәрін салып жіберді ғой, прикинь. Соңғы ингредиент сырный соус. Сосын қасық лақтыр. Басамыз ба? Сосын басамыз. Бол. Бұдан да жаман ішкен. Мұна коктейлдің аты қалай деді? Бизнес по-казахски.
ана жерде андай ес жоқ обратно связь беретін не бар нұрлан ағамыз үшін бір алып қояйық андай елеусіз қалып қойды ма Нұрлан ағай айтыпсыз жоқ бекс менің ойымша мысалы ше Нұрлан аға КВНщик қой мына КВНщик қой менің ойымша вдруг түсініп қалуы мүмкін андай как бүйтіп қарайды да КВНщик шутит юморист қой деп вдруг түсінбей қалуы мүмкін не Нұрлан аға түсінеді ғой просто түсінеді жоқ әңгіме Нұрлан аға емес бекінің уважениесінде ғой просто түсінеді ау деп айта бермейін дейді просто мынау бар ғой мынау денсаулық қой просто нұрлан аға келіп ұрса ертең ол да денсаулық қой дейсің да 3 жұтым давай конкретно 3 жұтым сіз үшін алып қояйық енді 3 жұтым давай 300 жұтым болмасын қазір давай кеттік до конца бір кетті бұл жетеді брат қинамашы екі раунд 2 болды болдау деп бітіруге қалған ғой брат какие ощущения божественный жоқ қалай дәм көзімнен жас шығып кететін қалды әр ішу қорқыныш екен әр ішкен жоқ ненің дәмі шығады екен привкус ішіп көрсек по идее брат мен осыны алайын сразу осыны нормально анда қатты не емес бірінші ингредиенттен айтып алайын ба қиын сияқты бүйтейік дегенде қарашы бәрекелді безунчик супер победа кубок короче вышкатып алған сияқтысың короче мына жерде ше ештеңе істемейсің задание істемейсің сегодня мой день уақыт бөліп келгеніңе до конца шоудың атынан подаркіміз бар дайындап қойған ойбой көк содан До конца! До конца! Человеку просто повезло! Он это сделал! жоқ мені бар ғой бір құдайдың өзі кешіріп жатыр ғой радиоға келгеннен кейін таяқ жейді деп қазір кішкене аман есен өтсін пока андай настроениесі күшті иә пока күшті болсын зато футболка алған жоқпын ба десең радио күтіп мұндай тағы жоқ па біреу тек біреумен есентайдың айтуы бойынша брат мен мынау оңай сияқты жатыр андай бірінші тұр ғой давай сен думал мына дәу қағазы дәу қорқынышты так айтып жіберейін ба не бар екен давай вишневый сок о хорош экзотика біреу шықты банан екеуі шықты брат фруктовый сладкий перец да сладкий перец сладкий перец ол нормально ғой ондай бар ма ол возврат горох вот ол қадалдық горох дейсің ба зефир ема кайф қой так асықпаңдар задание оқитының бар еді ғой короче брат оқуға келмей ма даже оқуға келмейтін задание бар сторис саласың короче жігіттер қыздар Никонетке тиісе бермеңдерші братаным еді Никонетке тиісе бермеңдерші братаным еді деп жазып жіберген брат енді мына жақтан құтыла алмайсың құрметтеймін деген вообще құрметке келмей ма братаным еді деп мен өзім құрметтеп жатырмын или сладкий или брат қара учитывая сен енді қазір пбмда жүрсің ғой стористарында подписчиктерің кіл боецтер кіл боецтердің фанаттары осындай и сенен сол сторис көріп тұрса как то ни о чем сияқты бар ғой бойға шақырмай ма ешкім кет братыңмен бірге деп физрук чайнап тұрмасың так ойлануға уақыт бар ғой да ақыры бастадым давай до конца шықсам давай тәтті бол кішкене тәтті біраз жаңағы До конца! До конца! құрметті бауырлар қазақстандағы транстарды
қолданбау үшін жоқ қылу үшін де. жоқ қылу үшін горох брат нормально вообще изи сияқты горох Күшті қылып істейді. банан Оправданиесі бар ғой мынаның каждыйның іші. ойбой енді вишневый сок бәрін жабамыз да Еще шайқап қоямын қолмен. Изи. ема иісі фу иісі кәдімгі андай ойбой мынау ема Мотивацияң сеніңше ішуге деген мотивация. Бірақ енді білмеймін, в принципе, юморист ретінде салып жүруге болады сияқты. ну по идее брат негізі ше Юморист брат ретінде? контент қой мына брат резонанс болады кәдімгідей бүкіл бәрі вау бека түнгі 3-те қуып кеткенсің брат сен не шегіп алдың деп андай екі өнетін бауыр қалайсың деп тұрса Қалай тумаң дейді сияқты. жасан екі сторис салған сияқты мені қаласың наконец-то қолдаған бір адам болды жылап ше шешесің шеше салайын зефирлар неғылмаған ғой зефирларны шайнайын ба не істейін жұт вообще бір жұт Өзіңе қалай ыңғайлы ғой? екі өнетін қайдасыңдар жұт деп Мынаны салып жібер. Этим физрук дейтін розовый футболка киіп кетсе. оның қайсыбіріне прикол деп айтып жүресің да Қаптан киіммен барайын. мынау қойшы Осы жерде онда поддержка керек, достар! До конца! брат мынау не сияқты біреудің құсығы сияқты кәдімгідей екі өнетін қысығы зефир вишневый сок Андай нежный нәрселер ме? жоқ Банан. андай банан кішкене не ғой белок қой да Допинг па? Бір жұтым на этом. На этом. Никаны еткен 3 жұтым. ай хорош ема Красавчик. Қатты. И чё, мынаның дәмі қандай? бұл кішкене сладкий Задание сладкий болғасы сладкий ма? ішпеңдер араластырмаңдар Бұны қойыңдар үйде қайталамаңдар. иә Дома не повторять. Бекс сделал, Бекс красавчик. Уже мына бүткіл бонустар бітті ғой. сен сол ойлап отырмын бекі брат сізге сенемін маған ба саған сенемін біз сәл қояды ғой никоға нетің бауырымызға подписаться етіп қалды мынау болсын ал Так, мынау болсын. ингредиент можно Айтып жіберейін. кәдімгі мен қарайыншы тұршы Желет дайындалайыншы. Күшті қылып бір-біріңе. Так, йогурт бар. опа нормально бір Мен мынау дейтін бар ғой. Дерзко, қараш. Йогурт, иә, растишка. Растишка, усесін еще күшті болып қаласың. Әдемі грибы бар ішінде. Саңырау құлақчик такой. турний салон болу керек Так, сгущенка, смотри. бесінші Бәрі шығып кетті, ставкың бәрі шығып кетті. Әдемі шығып кетті, қараш. Йогурт, растишка, грибы, сгущенка. Зубная паста. о кайф қой Зубный. Бала кезімізде зубный паста қатты. мен әлі жеймін бір Мен күнде задание оқыңдар имана задание бар ғой Еркебұлан Мырзабектің соңғы постына комментарий жазып жіберу керек, недостойный чемпион деп. жоқ әкелдер ана ішейін құрсын мына жақта тоже сондай ситуация ғой еркебұлан мырзабек наоборот мен ол кісіні қатты жақсы көремін юморын и адамгершілігі жағынан соның понятиесін оның істеп жатқан дүниелерін И ұрғанын көрдім ше. и қазір былай прикол түсінетін адам но бірақ мен олай істей алмаймын тоже шеше салайын күшті тұр ғой как раз Жоқ, просто видишь, суть в чем? Суть до конца баруда. брат ішем Егер мына жерде жазып жүрсең, до конца барғаның. брат қойшы сізді білем ғой маған бір маған чуть жеп қалып қалдым жемеймін брат Все, таптайық. студия болды До конца! До
Так, енді, короче, мына аппарат мына жаққа тұратын уақыты да келеді екен. Құдайға шүкір. Бұл күнде туады екен. Ал, енді бұл жерде енді өзің. Так, бірінші Не бар бізде? Йогурт, да? Так, йогурт. Добавляй немножко Растишка. растишку. Растишка. Пока нормально. Расти веселей. Мына су кетпеді, мына кішкене құйық. Көрдің ба? Қойсаң. Ответі қандай күшті андай. Грибы. Либан. Это не помешает деген ба? Ну, бля, білмеймін, брат. Мына агуша ма? Сгущенка ма, не ол? Сгущенка. Самое... Енді мына жерде Десерт. өзің... Полдығым айтар саған. Енді бұл жерде қалай жақсы көресің, дәл солай құясың ғой. Насколько? Қатты жақсы Жада, қойшы онда. кім бека. Қиырықтан шығып жатқан сияқты. Үзетін ор еді ғой арасында. Үзетін, онда кесетін жоқ бұл жерде. Бека мен қатты жақсы емес пе? Сүйеді ғой сен. Бір поқ. Осылай каждыйын қарап отырамыз енді. Соңғы ер кезек ішке дейін ғой. Неге? Олай, мана көрдің ғой сені қалай жақсы көргенін. Ергізен Көрдің ғой сен? Дұрыс. 2 рет коктейль іштің ғой Бекс, ойлашы, 2 рет. Бол, біраз. Нормально, нормально. Ана бөже салайын. Там бәрі до конца или до конца ма? Негізі- До конца! До конца! До конца! Зритель просит! Брат, беш, бека. Не мені сүймей тұрсың дейді. Жестко жек болғансың ба? Қиналма тұрған ба? Бол, кім? Бекстан, Болды. аға, болды. 3 жұтым дедіңіз ғой? 3 жұтым. По идее, жазып жүргенде вообще кайф болады нет, до конца болады нет. Просто Еба, наукам. Не отыр ғой. полный зубный паста болады ма? Зубный паста полностью? Жоқ, полный емес. Болды, ай. Бар ғой ішінде бір нәрселер. Ема? Зубный щетка. Емағам екенде. Как раз тісім жұмып едім бүгін. Бәсе ищи ғой десін. Кеттік па? До конца! Щетка бар ма? Ал поддержка кетсін до конца. До конца! До конца! Деп қоқызы. О, Бірден келді, е? міне тиді де. Келді, е? Ілбәді. Болды мағай? Аш екі оғаны. Міне әлді. Су өтпей қалды ма уже? Жестко тиді ма? Кетсейін ақы. Реклама ғой, реклама ғой. До конца! До конца! Қайсың таңдайсың? Ош. Өмес. Көрсетті қанша. Осы ма? Так, әдемі. Чо? Бодр оқпан ба? Свежий. Жоқ, наоборот. Мощный. Күшті вот, ана күшті. 10 пачка орып печенье таған бала сияқты. Так, азық-түліктер. Қоспа. Давай. Кефир, айран. Все нормально. Корейский салат. Дерзкий закуску ғой. Өрік. Өрік? Ага. Шашлычный приправа. Сосын жұмыртқа. Белок қой, белок. Саған белок керек, тренировка. Алда бой. Қанна заданиясын көрейікші. Онай қатты. Задание. Қатты одай. Новый 91 ашсаңыз, шаш бояп, құлақ тесуге дайынмын. Ерболат Беделханды белгілеп ұстарыз. Просто мен де дайынмын мысалы. Мен наоборот сондай болғым келіп жүрді. Мен құлағым тескім келіп жүр. Маған себеп болсын де.
Давай мен салайын де. Ой, найдем ашсаңыз. Мысалы мен сала дедім мысалы. Или ән шоқ кетейін бе де. Негізі бәрін сала беру керек еді. Я мына түсінеді, прикол өткен да. Басында Көбейтіп қалған сол. Можно басына деп. Братан, продукты жоқ басқа бізде. Ой, найдем деген. Беделхан қалай түсінеді? Перец дейсің ба? Аяқта перец, мынаяқта құлақ. Амин. До конца! Мотивация, қасым болу керек. Әкеңдер. До конца! До конца! Кешір. Азартпен қояды екенсің. Өрік. Өрік. Бүгін жұма ғой да. Еще морковный салат па еще? Морковный салат. Так, жұмыртқа. Осы морковный салат бәрі Осылай мен салып жіберіп сақсың ба жұмыртқа? Өзің қарайын. Жұмыртқаны сыртын ашып қалдың ба? Анда брат жұмыртқаның іші деген жоқ қой. Жұмыртқа деген ғой. Жоқ, жұмыртқаның сырты организмге не? Не. Давай көрейік, не. Эстетика сырты. Сырты лучше мужики. Лучше мужики. Біреуін байытайық, біреуін салып жеген онда. Күшті тиме негесі. Араластыңдар деп. Ох, бля. Шашлы ішіне. Право. По идее бар ғой, тамақ ішкенде бәрі бара береді. Болды. Болды. Болды ғой. Исін көрейінші исін. Мына коктейлдер ғой. Исін көру үшін сөйтіп сияқты кәдімше. Да, мына исін өндіріп алмай. Кружка. Су дайындап қояйық мына жерге да. Да, бірақ пайда ішіп жейсің брат. А? Зубный паста ішіп жатыр жұрттар ма? Сторис салып тастады. Коктейль ішіп тастады. Да. Футболкасын киіп алды. Сенікі бексін. Чисто коктейль болып отыр ғой. Чисто ішіп отыр. До конца ішіп отыр. Но менің өмірім ғой де шыны. Енді просто бір салып жүруге, в принципе, болады сияқты. Негізі по идее ше бір шуат жүруге. Кекіргенде бәрі шығып отыр ғой. Сен кекірмеш, бері қарады. Қара Бека. Мысалы, новый 91 ашсаңыз, шаш бояп, құлақ тесуге дайын. В принципе, ничего такого ғой да. Ерболат аға, новый 91 ашсаңыз, шаш бояп, құлақ тесуге дайын. Тосайып жирейін ана. Құлақтарын теспеңдер десе. Құлақтарың теспеңдер, шаштарың боямаңдар. Никонет болмайды. Бәрі кілең андай түсіп қалды ғой. Кілең сондайларға түсіп қалдым. Хотя футболка түсіп отыр. Давай бетеге онда, мына соны ғой, соны точкасын қояйық. Либо до конца мынаны салады, либо до конца ананы ішеді. Бірақ бұл бір капля ғана ішейді. Ауыр сен жүргізуші жоқ. Идея ғой, бұл кісілер енді біледі ғой, конечно. Бұл кісі, мысалы, осы шоу атып кетуіне контент... Жоқ, ондай емес, кім брат? Ондай емес айтпырсын. Ал, онда шоуларың шоудан жетеге берсін. Жақсы дүниелер шыға берсін. Мынау сен соңғы сөзің сияқты болып отыр. Просмотрларың көбейе берсін. Подписчиктерін жинала берсін. Қонақтарын до конца марай берсін. Брат, сен қазір құссаң не болатынын білмеймін, брат, ана жерде бар ғой. Жайлап кетіп баратыр. Брат, сен білдің ғой осы шоуға келатқанымызды? Именно мен алып келдім. Мен бұндай болады деп ойламадым мен. Маған басқаша айтты де. Именно, брат, жүрші барып қайтайық деді ғой. Мен жігіттерді поддержать етіп берейік дедім. Сау болсын. Енді. Красавчик! Молодец! Бека! Жылатпасам ба? Болды ау. До конца! До конца! Жігіттер, от души рахмет. Келдіңдер, настроение, позитив.
Ойбой. Запить. Шиш бар. Запить. И самое главное, на коктейльге отырып алмаңдар мен кеткеннен кейін. Маған звондап. Ана үшіншісінде не бар еді? Кайфына отырып алып, екеуі хабарласып. От души жігіттер, рахмет, бір қошемет деп қояйық жігіттерге. Бұл жерде жаңа айтып отыр есіңді, неге мен алып келдім деп Бекске хабарластық, действительно, брат, осылай шоу ойнап отыр. Поддержи, гость болып келші, уақыт болып, все хорошо, кім бар деген кезде тартып тұра кеп. Бекс, от души рахмет саған, от души. Осы шоуда алған эмоцияңмен құттай бөлісіп жіберсең. Эмоция емес, мынау не алдым ғой? И жок алдым деп. Язып алдым ғой деп. Не алдым. Жақсы шутка. Жақсы әзіл шынымен де. Бұл шындық. Бұл шындық. Жалпы шын айтсам, маған ұнады. Өте қызықты, новый бағыт деп қойды. Жаңа бағыттағы бағдарлама. Рахмет жігіттер шақырғандарға біріншіден. Өте қызық. Андай ойланатын нәрсе екен, салыстыратын нәрсе екен. Біз негізі өмірде бар ғой деп. Мен Бекіден осы выпустан түсінгенім, Бекі біреуге зиян келтіргенше өзіне зиян келтіреді екен. Эмоцияға беріп кетсем. Әкелші Мораль, Бекс, өзіңді ая. Өзіміз аямасақ, ешкім аямайды екен. Еш жаңар салып тастаймын. Рахмет сіздерге. Көп-көп баса беріңіздер, жасай беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жеңісті күндерің көп болсын саған. Есентай. Ал сізге рахмет, осындай коктейльдерді беріп бізге осындай. Осындай коктейль іше алмай жүр, ешқайдан таппайсың. Честно, в целом осы бір-бірімізді қолдап жүрек. Құрметті менің достарым, осы эфирді көріп жатсыңдар, бұл шоуға келмеңдер вообще. Просто қараңдар осы шоу. Иә, қиналып қалады екенсіздерге. Мен бір үзінді бастыға айналып отырмын. Қуып Ілді өттім. Монтаж өзіміздің қолымызда кесіп тастаймыз. Келіңдер деп қылып жібереміз ғой. Құрметті достар, көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Саламат Жылқыбаев. Бізге демеуші болған Мия Шоу Event агентствосына алғыс білдіреміз. Айттым ғой мен кім екенімді. Мен Саламат Жылқыбаевпын. Келесі кездескенше комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, подписчик жасаңыздар. Сау болыңыздар достар. До конца! Қойған мақсаттарыңызға жеткенше до конца! До конца!